Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләззат бүгін керемет ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен төсектерімізді блендердің көмегімен біркелкі фарш болғанға дейін толықтай езіп алатын боламыз. Келесі кезекте көкөністерімізді өзімізге қолайлы көлемде біркелкі етіп турап алатын боламыз. Осындай кіші көлемдегі тортильямызды алып, үстіне фаршымызды қасықпен біркелкі тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Мінекей бізде осындай бір тегіс фаршымыз дайын болады. Келесі кезекте сковородкамызға сары майымызды ерітіп, тортильямызды қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай қызыл болып керемет болып шығады. Келесі кезекте соусын дайындайтын боламыз. Дәл осы тәсілмен дайындасаңыздар, соустарыңыз өте керемет шығатын болады. Келесі кезекте тек қана жинастыру ғана қалады. Барлығын кезек-кезегімен қойып, толықтай жинап шығатын боламыз. Мінекей біздің керемет асымыз да дайын болды. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер, ас болсын.